Ұлтымыздың құндылықтарын құндақтап, өміршең өнегесін өшірмеуді мұраттаған Анаға тағзым орталығының 1 жылдық белесіне арналған салтанатты шарамызға қош келдіңіздер. Жер ана, отан ана, табиғат ана. Ана деген үлкен сөз. Дәл мынандай көргенім көп еді, бірақ мына көптің ішіндегі бүгінгі көргенім ерекше, кешелі бүгінгі болып жатқан істі анаға тағзым дегенді, ананы қадірлеп, қастерлеп, осындай дәрежеде көрсетіп тұрғандарыңыз бұл ерекше. Бір жыл ішінде биік белестерді бағындырған берекелі ұжымның әрбір бастамасы сәттілікке толы, абыройлы, асқақ болсын. Құрметпен облыс әкімі Нұрлыбек Машбекұлы Налибаев. Құрмет қошеметтеріңіз. Қадамы құтты болсын. Қошеметтеріңізді қаттыра қойыңыздар. Жаңа ғана алдарымызда тұсауы кесілген орталықтың бренд бұйымы өмір иірімдері тұмарын қабыл алыңыз. Қызылорда қаласы 100 мың теңге көлемінде қаржылай сыйлық табысталады. Екінші орын Еркебұлан Қанизаровтың сөзіне жазылған Данияр Сағынтаевтың құлыным әні. Қызылорда қаласы құтты болсын. Бүгін анаға тағзымның 1 жылдығына келіп жатырмыз. Шара өте керемет өтіп жатыр. Бұйырған бас жүлдені алып отырмын. Енді осы анаға тағзым атты орталықтың қызметкерлеріне зор денсаулық жұмыстарына шығармашылық табыс тілеймін. Батырдың анасы, алтын алған баланың анасы ретінде мені анаға тағзым кешеніне шақырып, өмір иірімдері атты тұмарды маған тарту етті. Мен өте қуаныштымын. Алғаш болып мен алғаныма тіпті ризамын. Анаға тағзым орталығының ішінде психолог бар екенін білген кезде мен психологқа жазылайын деп шештім. Терапияны өткеннен кейін мен өзімді өте жеңіл сезіндім. Бояқтан апайлардың өз аузынан естіген дүние өте керемет, санаға қонымды болады екен. Анаға тағзым ел сөзі, өмірдің ғажап өрнегі, құндылықтардың шеңбері, құндылықтардың шеңбері, құндылықтардың Кең байтақ жеріміз аман болсын. Осы елдің еңсесі көтерер ер азаматтарымыз аман болсын. Сол азаматтарымызды елге танытып, абыройын асқақтатар аналарымыз, қыздарымыз, қарындастарымыз, апаларымыз аман болсын.